Армысыздар ма құрметті YouTube көрермен, мен Шерхан Мұстафа, және бүгін сіздермен мен француз тілінде 5 бет кітап оқып бірге аударатын болам. Бұны не үшін істеп жатырмын? Мен Duolingoмен оқып жатқаныма 1 жылдан асып кеткен шығар француз тілін. Одан да көп, может 1,5 жыл, может. Сол уақыттың ішінде мен қазір жақында ғана осы желтоқсан айында A2 деңгейін уровень бітірдім. Соған орай соның құрметіне мен енді өз-өзімді тексеріп көргім келіп жатыр да. Мен шынымен Duolingoның пайдасы бар ма, жоқ па, әлде мен әшейін оқып жүрмін ба Duolingoмен, босқа уақыт кетіріп деген сияқты. Соны тексеру мақсатында бүгін бірінші рет, осыған дейін француз тілінде мүлдем кітап оқымаған, бүгін бірінші рет оқып көрейін деп жатырмын. Сол үшін де мен A2 уровеньдегі кітапты таңдап алдым өзіме. Өте оңай кітап сияқты. Қазір көреміз, бірге аударып қалай болады екен. Кеттік. Бірінші чаптер, міне енді астатырмыз. Бірінші чаптер 10 sur 10, яғни sur 10 sur 10, 10 out of 10 деген сөз ғой. 10-нан 10 алу деген сөз. Aujourd'hui деген бұл бүгін. J'ai du mal à tenir en place. J'ai du mal. Mal деген бұл жерде біздің қазақтағы мал емес енді. Яғни бір жерде отыра алмай тыпыршып кету. J'ai du mal à tenir en place. Кеттік. Notre instituteur, Monsieur Bonnevi. Біздің, notre деген біздің деген сөз, instituteur, біздің учитель, ұстазымыз, Monsieur Bonnevi, Bonnevi мырза, nous rend les dictées. Nous деген біз, rendre деген verb қой, соның аударылған түрі. Бізге берді дейді, нені берді? Диктант берді, les dictées, да? Қателеспесем. Cette fois, бұл жолы, set деген бұл жолы, j'espère bien avoir 10 sur 10. Мен espère это wish, яғни мен үміттенемін, bien avoir, яғни үміттенем, оннан 10 алуға үміттенемін дейді. Avoir это get деген сөз ғой, ағылшыншадағы. Je suis en compétition avec Jules pour être première de la classe. Je suis деген ол être деген не? Verb. Мен неде болдым? Жарысатын едім дейді. En competition. Жарыс, competition. Avec, это with деген сөз. Бірге. Жюльмен бірге жарысатын едім. Не үшін? To be дейді. Pour être. To be. Яғни болу үшін. Première de la classe. Яғни сыныпта бірінші болу үшін мен Жюльмен бірге жарысатын едім. Jules, c'est mon meilleur copain дейді. Jules болса, бұл he is my best friend, короче. Ол менің өте күшті досым. C'est aussi les filles de l'instituteur дейді. Ол да, ол да, тоже, aussi деген, le fils оқушысы de l'instituteur, яғни мектептің оқушысы. Chez lui, chez деген у деген сөз ғой, у них, lui. Оларда, il y a plein de livres. There is, il y a деген. Plein de livres, beaucoup деген, яғни көп. A lot of books. Et son père, және оның әкесі, l'aide à faire ses devoirs. Now, aider деген, first aid деген бар ғой, ағылшыншадағы сол сөз ғой, көмек. Көмектесу, à faire, жасауға, faire. Ses devoirs. Оның үй жұмыстарын devoir. Пока полет нормально, бірінші бет жақсы, Duolingo пайдалы болады. Көреміз, может бірінші бет болғаннан кейін. Кеттік. Dans ma famille, менің дан деген у, моей семьи бола ма? Қалай болады? In my family ғой, короче, дан деген in my family, менің отбасымда personne n'a appris à lire. Appris деген apprendre, үйрену болу керек. Қателеспесем, бірден аудара салайық қазір. Appris деген сөзді. Appris. Learned та. Вот дұрыс. Apprendre деген сөзден шыққан ғой. Apprendre, қазір жас қоя салам мына жерге. Apprendre деген бірінші verb глагол ғой, короче. Personne n'a appris à lire. Ешкім lire оқуды үйренбеді дейді. Apart moi, ағылшыншадағы бар ғой, apart me бола ма? Вот, менен басқалары, короче. Mon grand-père, менің атам,
Père это папа деген сөз, а grand-père болса ол атам grandparent деген сияқты. Grandfather, да. Mon père, менің әкем, mon grand frère, менің үлкен frère, аға, менің үлкен ағам, Зачари. Закария деген сөз сияқты. Même ma sœur Jean. Même ma sœur Jean. И менің même деген тоже бар, қателеспесем. Менің сестрам, әпкем, Jean. Tout le monde a commencé à travailler très jeune à la mine. Tout le monde барлығы деген сөз, tout le monde барлығы a commencé commence деген ағылшынша start, яғни бастау деген сөз. Бастады, a commencé бұл уже өткен шақта болып тұр ғой. A commencé бастады, a travail жұмыс істеуді өте жас кезінде à la mine. Mine деген кәдімгі не сияқты, майнинг сияқты. Мен білмей тұрмын, сөзді аударсайын. Да, майнинг. Да. Майнингта, яғни қазба жұмыстарында жұмыс істеп бастады өте жас кезінде барлығы. Получается, бұның отбасында ешкім оқу жазуды білмейді. Тек қана осы жігіт қана біледі, получается. Le charbon, c'est notre gagne-pain. Le charbon дейді. Көресілер? Le charbon. Бұл сөзді мен білмей тұр екенмін. Coal. Вот, coal, уголь. Charbon деген, вот, осы ол екен. Көмір, c'est notre gagne-pain. Pain деген gagne ақша табу, pain деген бұл нан. Да? Получается, біздің нанымыз деп тұр ғой. Ой. Earn a living дейді. Вот. Да? Біздің негізгі табыс көзіміз. Көмір біздің негізгі табыс көзіміз деп отыр. Жақсы кетіп отқан сияқты. Да? Après avoir écrit de la date au tableau, Monsieur Bonnevi nous annonce dit. Après avoir écrit la date au tableau, après деген ол после деген сөз, avoir алғаннан кейін écrit la date au tableau. Тақтаға датаны жазғаннан кейін дейді Monsieur Bonnevi мырза анонс, это анонсировать. Бізге, nous annonce. Бізге анонсировать, бізге хабарлады. J'ai corrigé vos dictées. Vos corrigés. Кажется, тексердім деген сөз сияқты. Corrected, revised, amended. Так, corrected. Вот, мен сендердің жұмыстарыңды тексердім. Может, corrected деп тұр. Енді басқа мағына шығар. Ce n'est pas brillant. Бұл өте жақсы емес дейді. Онша емес деп тұр ғой, короче. Brillant деген это brilliant ғой, ағылшынша. Sauf pour quelqu'un. Sauf кроме деген сөз. Pour quelqu'un. Для некоторых. Кішкене бірнеше адам ғана дейді ғой. Joseph Mayo, tu as les meilleures notes. Joseph Mayo. Жаңағы жігіт ғой, осы историяны айтатқан мына жігіт шығар. Может, мына жігіт. Сен ең la meilleure деген это лучше деген сөз. Лучше баға, нот баға алдың. 10 sur 10, 10-нан 10 алдың. Je te félicite. Мен сені, je t'aime деген білесіздер ғой, je t'aime. Вот сол жердегі мен сені félicite, құттықтау. Félicitations. 2 бет бітті, енді 3 бет қалды. Так, 8 минутта оқып шықтық. Почти. Joseph Mayo, c'est moi. Joseph Mayo деген, бұл мен дейді, короче. Мынау жігіт сияқты қуанып тұрғаны. Бұл мен, c'est moi. Je suis tellement content d'être premier. Мен болдым, I was, I am, точнее, suis tellement, really, шынымен, content, это бақытты деген сөз, content деген сөз бар. D'être premier, яғни бірінші болғанма өте бақытты болдым. Mes parents vont être fiers ce soir. Және, деген сөз, mes parents, my parents, менің ата-аналарым vont être fiers, will be proud of me, короче. Fier, proud деген сөз, менімен мақтанады. Ce soir, бұл soir кешке. Бұл кешке менімен мақтанады. Bon joueur, Jules me félicite. Joueur.
Аудара салайық қазір сразу. Bonjour. Ну, мен білем, бұл player екен, бірақ та мына жерде мағынасын түсінбей тұрмын. Просто айта тұр енді жақсы ойыншы болдым. Жюль ме фелисит. Жюль деген жаңағы бұның досы ғой, короче. Жюль ме фелисит. Мені Жюль деген бағанағы айтқан мына жердегі жігіт қой. Mon milieu капон, папасы көмектеседі, көп кітабы бар деген сияқты сол жігіт қой. Ме фелисит, мені құттықтады. Браво, браво. Me je te préviens. Je te préviens. 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 I warn eкен. I warn. Je te préviens. Мен сені ескертемін. La prochaine fois, келесі кезекте, c'est moi qui aurai la meilleure note. Мен боламын, moi, который aurai алатын, өткен шақта, will get, короче. La meilleure note. Ең жақсы бағаны алатын мен боламын дейді. Үш бет кетті. Мынау төртінші бет. Le soir, кешке, j'ai hâte d'annoncer ma bonne note à mes parents. Аттай деген сөз аударыслайын, білмеймін. I hate hurry. Вот. Мен асықтым, j'ai atтай. Но эй тұрса, получается, бұл өткен шақта болып кетеді деген сөз. Мен асықтым хабарлауға менің bon note à mes parents. Менің өте жақсы баға алғанымды менің паған ата-аналарыма. Но бірақ en келген кезімде, arrive ғой, келу, à la maison, үйге келген кезімде, je sens bien qu'ils ont d'autres soucis деген сөз аударсылайын. Worries, troubles дейді. Мен сан деген сезу ғой, мен жақсы сездім, оларда басқа бір проблемалар, autre басқа, souci проблема, короче. Болу деген сөз ғой. Оларда болды, басқа проблемалар болды. Папа, father, папа, жин, Зачари, моз, Закари. Да, көресің. Закари екен, sorry. Papa, Jean, және Zakari viennent tout juste de rentrer de la mine. Come back, vient деген қайтып келді. Tout juste қазір ғана de rentrer de la mine. Неден? Майнингтан. Қалай болады? Майнинг? Қазба жұмыстарынан қайтып келді дейміз ба? Майнингтан қайтып келді. Ils sont noirs de poussière de la tête aux pieds. Ils sont une femme de loup. Мына жерде жоқ. Ils sont noirs. Noir деген қап-қара болған дейді. De poussière de la tête. Все, түсінген сияқты қазір. Dust. Так, олар қап-қара болды, poussière деген екен, неқта dust, шан екен. Шан болды, de la tête. Tête бастарында, au pied, және pied аяқтарында болды. Аяқтарымен бастан аяқ шан болды деген сөз ғой. Ils sont une femme de loup. Femme деген қарнашу деген сөз, loup деген көресілік қазір. Wolf. Une femme. Donc, мен ойымша не сияқты, phrasal verb сияқты. Оларда қасқыр сияқты аш болды. Қасқырдың аштығы болды дейді. Қандай аш бар ғой? Femme деген қарнашу. Pepe, qui travaille de nuit. Pepe ол qui, who works at night. De nuit. N'en finit pas de tousser. N'en finit pas de tousser. Tousser деген, ұмытып тұрмын, бұл сөзді білетін едім. To cough. Pepe түнде жұмыс істейтін. Ана жігіт сияқты ғой. Аташка. Наташка не finit pas, тоқтатпады дейді, өзінің несін, жөтелін тоқтатпады. Il respute. Respute бола ма? Respect бола ма? Respect. Respect, grumble, complain.
Ол complain, яғни шағымданды, может, да. Cette figure poussière de charbon qu'on respire nous bouillait les poumons. Қарғыс атқыр деп жатыр ғой. Бұл қарғыс атқыр көмірдің шандары. Respire біздің не істеуімізді, демалымызды бұзып жатыр дейді да, мына жерде. Соңғы бет, 5-ші бет. Un peu plus tard, un peu деген кішкене сөз, plus tard, позднее, later. Кішкенеден кейін, maman et ma petite sœur, мамам мен менің кішкентай қарындасым Louise dépose une grande marmite sur la table. Dépose. Dépose. Ұсынды деген сияқты. Dépose. Déposer деген сөзден шыққан шығар. Опана. Түсінбедім деп. Может, ұсынды une grande marmite sur la table. Marmite. Көреміз. Marmite. Pot. Вот. Үлкен, grand деген үлкен деген сөз. Grand бар. Marmite. Pot. Қазан қойды. Sur la table. Үстіне sur. On. La деген бұл Z деген сөз. Table. Table. En bassin les yeux, maman soupire. En bassin деген сөз. Етістік, точно. Falling. While falling бола ма? Falling. Так. Soupir. Может, көзін жұмып тұрып, мамам супир дейді, яғни күрсінді деп жатыр да, супир, күрсіну. Bouillon au vermicelle. Опана, мына сөз. Қызық сөз сияқты. Vermicelle дейді. Vermicelle сияқты біздің. Plus que ça. Bouillon au... вот. Bouillon, мына сөз мен білмейтін просто қазір. Мына bouillon au vermicelle. Vermicelle-ден bouillon дейді. Il n'y a plus que ça. Je râle. Ағылшыншасын да білмейсің. Russian-ға енді. Хрип. Мен хрип дейді кішкене. Раль. Quoi деген не? Что? What? Just un bouillon. Тек қана бульон ба сонда дейді. Même pas de peine. Ni un peu de lait dedans. Outside да. Dedans деген ішінде ме? Dedans ішінде inside деген сөз дұрыс. Même pas de peine. Даже нан жоқ. Кішкене сүт те жоқ па? Ішінде сонда деп отыр. Dedans ішінде de lait деген сүт. Lait. Zacharie aussi est déçu. Закария да тоже aussi деген. Est déçu. Көңіл түсіп қалды. Il a tellement femme. Ол шынымен really, шынымен расымен де аш еді. Mais il replied деген сөз ғой. Бірақ ол жауап берді. Oui, petit frère. Я, petit frère, кішкентай інім деп жатыр да. Мына кітап енді білмеймін 60 бет, 70 беттен тұратын сияқты, күніге бір 5 беттен оқып жүрсем, осылай қанша күнде кетеді? 12 күнде, 10 күнде бітіріп тастауға болады да. И жалпы айтқым келгені, кез келген тілді үйрену барысында, енді үйреніп бастаған кезде кітап оқу ол міндетті түрде болу керек. Кітап оқу арқылы pronunciation түзеледі, сосын кейін сөздер қайталайсың, жаңа сөздер шығады, оларды аударасың деген сияқты ол сөздерді қайта-қайта көре бересің, и ол сенің миың қатпарларына барып жабысып қала береді. Жабысып деген енді дұрыс емес шығар, бірақ сонда да сақталып қала береді. Сондықтан кітап оқиық, кітап оқыңыздар. Рахмет.